Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз «Посылка» атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Что это? Кто-то оставил посылку. Отбасылық жұп Артур мен Норма есігінің алдынан бір түрлі жолданған затты табады. Қораптың ішінде құлыптанған ағаш жәшіктен жасалған зат болады. Төбесінде үлкен қызыл тетігі орналасқан. Бірге келген хатта Стюарт мырза сізге 17:00-де келеді деп жазылған. Стюарт мырза деген кім екенін білмей, олар жәшікке мән бермей ас үйде қалдырады. Сосын балалары Уолтерді сабаққа шығарып салады. Ары қарай біз Норманың сыныпта сабақ беріп жатқанын көреміз. Кенет бір оқушы ұстазының аяғына не болғанын сұрайды. Ол әйелдің ақсап жүргенін байқап қалған. Бала не болғанын көрсетуін сұрайды. Бала ұстазы барлығы сияқты емес екеніне рахаттанғандай болады. Сосын Нормаға мектеп директоры келесі маусымнан бастап балаларға деген жеңілдікті азайтамыз дейді. Норма бұндай жаңалыққа қуана қоймайды. Әрі директордың мұрнынан қан аға бастағанын байқайды. Сабақтан кейін ол құрбысына өмірі қиындай бастағанын айтады. Олар күйеуі екеуі айлықтан айлыққа әрең жетуде. Содан кейін біз Норманың күйеуі Артур НАСА-да инженер болып жұмыс істейтінін білеміз. Ол бірге жұмыс істейтін досына астронавтар тобына қосуға өтініш бергенін айтады. Олар космосқа ұшуға дайындалып жатады. Ол барлық сынақтан өтіп, шешімді күтіп жүр. Дәл 17:00-де олардың үйіне қоңырау шалынады. Бетінің жартысы күйген жұмбақ дауысты ер адам өзін Арлингтон Стюарт деп таныстырып, үйге кіргізуін сұрайды. Ол Нормаға бір келісім ұсынуға келгенін айтады. Ол оған тетікті ашатын кілтті береді. Егер ол тетікті басса, екі жағдай орын алатынын жеткізеді. Біріншіден, әлемде таныс емес бір адам қаза табады. Екіншісі, олар $1 миллион алады. Сенімділік ретінде ер адам үйге кіргізген үшін $100 береді. Артур қызметтестеріне әйелінің аяғына не болғанын айтып береді. Ол 17 жасар кезінде бауыры аяғына темір құлатып алған. Солай Норма 4 саусағынан айырылған. Қазір ол әйелі ыңғайсызданбас үшін арнайы ұлтарақ жасап жатыр. Онымен әйелі азанда жүгіре де алады. Сол сәтте бөлімше жетекшісі бір жаңалықпен келеді. Ол Артурға басшылықтан келген хатты әкеледі. Ол жерде Артур астронавтармен бірге бармайтыны айтылған. Оның барлығы бір түрлі көрінеді. Өйткені психологиялық тесттен өтпеген себебі миға қонымсыз. Үйге келгенде Норма күйеуіне жұмбақ ер адаммен оның ұсынысы жайлы айтады. Әрине Артур оған сеніңкіремейді. Инженерлік білімі бар ол тыныш таппай қорапты ашып көреді. Бірақ іші бос болып шығады. Қабылдағыш та, қабыл алғыш та жоқ. Артур оған тетікті бассақ, жұмбақ Стюарт оны білмейді де дейді. Ол бұл әшейін әзіл дейді. Бірақ Норма бірдеңені сындырып аларсың деп қорапты қайта жинатады. Кейінірек ерлі зайыптылар тетікті баспау жайлы сөйлеседі. Барлығы шын ба, әлде біреудің қалжыңы ма? Шын болып шықса ше, жазықсыз адам өле ме, әлде өлім жазасына кесілген адам өле ме? Біз Норманың ақшаның таршылығынан тетікті басқысы келіп тұрғанын көреміз. Бірақ Артур оған қатты мән бермейді. Кенет Норма күйеуі тоқтатып үлгергенше тетікті басып жібереді. Сол уақытта басқа жерде ер адам әйелін өлтіріп қашып кеткенін көреміз. Бұл істі ашуға полиция бастығы Норманың әкесі кіріседі. Ол күйеу баласының бірге жұмыс істейтін қызметкері әйелін не үшін атып тастағанын түсінбейді. Оның бұндай әрекетке баратын еш себебі жоқ еді. Көршілерінің айтуы бойынша олар бақытты отбасы болған. Норма мен Артурға Стюарт мырза келеді. Уәде етілгендей $1 миллион әкеліп береді. Артур біреу қаза тапты ма деп сұрағанда Стюарт оған әрине, бірақ оған бас қатырмаңдар деп жауап береді. Сосын ол тетікті блокты қайта орнатып келесі адамға келісімін ұсынуға кетеді. Және келесі адамдар бұл отбасына таныс болмайды деп уәде береді. Түсініксіз жағдайдан кейін Артур Стюартқа ақшасын қайтарып бермек болады. Бірақ тетік басылып қойғасын ол мүмкін емес деп кетіп қалады. Артур оның көлігінің номерін жаттап алады. Сосын ерлі зайыптылар ақшаны жертөледегі сейфке жасыруды ұйғарады. Норманың әпкесінің тойына дайындықта Артур қонақтар сыйлаған сыйлықтың бірін таңдап алатын ойында жеңеді. Сыйлықтар ішінде қоңыр қорап бар. Қорап дәл өздері алған тетігі бар затқа ұқсайды. Сол сәтте Артур Норманы келеке қылып жүрген оқушыны байқайды.
Ол ер адамға достық белгісін көрсетеді. Артур дәл сол сыйлықты таңдауға бел буады. Ішінен ол Стюарт мырзаның суретін табады. Бірақ бетінде тыртығы жоқ. Артур қайын атасынан Стюарт мырзаның мініп кеткен көлігі кімге тиесілі екенін анықтап беруін сұрайды. Сол сәттен кейін Норманы телефонға шақырады. Оған Арвингтон Стюарт хабарласып, күйеуі неліктен полицияға хабар бергенін сұрайды. Норма одан қайдан білдің дейді. Арвингтон оның адамдары барлық жерде екенін жеткізеді. Сосын Артур жас бала әйелін кемсіткенін біліп, оны жазаламақ болады. Бірақ қол көтермей, әйелі екеуі кетіп қалады. Кетер алдын көлігінің әйнегінен шығар жол жоқ деген жазуды байқайды. Әрі достық белгісін көрсетіп тұрған басқа жігітті көреді. Үйге келіп баласы Уолтермен отырған бала күтушіні үйіне апарып тастауға келіседі. Жолда қыз қонақ үйде тұратынын айтады. Қыз сандырақтап жарыққа қарауын сұрайды. Кенет оның мұрнынан қан ағып, есінен танып қалады. Артур оны қонақ үйге келіп төл құжаттарын қарайды. Ер адам көлік жүргізу куәлігін тауып, аты жөні басқа екенін біледі. Сол сәтте қыз есін жиып, ер адамға тезірек кетуін сұрайды. Өйткені бұл жер өте қауіпті деп қонақ үйге кіріп кетеді. Қыздың бөлмесінен Артур мен отбасының суреттері барлық жерде ілініп тұрғанын көреміз. Қыз тегін адам емес екені түсінікті. Артур үйіне келіп, әйелінен бала күтушіні қалай тапқанын сұрайды. Ол қызды Норма саяхат кезінде автобуста кездестірген. Әрі қарай не болатыны анықтала келе, оқиға одан сайын шытырманға тола береді. Артур жертөлеге түсіп, НАСА қызметкерлерімен түскен суреттен Арвингтон Стюартты көреді. Азанда ол әйелінің әкесіне барады. Одан әлгі номер тиесілі көлік АНБ деген компанияға тиесілі екенін біледі. Қайын атасы оған қоса әзірге айналысып жатқан ісі жайлы айтады. Ол іздеп жүрген кісі өлтіруші НАСАның қызметкері. Содан кейін Артур одан қылмыс орнын жақсылап зерттеуін сұрайды. Сол уақытта тағы екі жағдай орын алады. Нормаға Стюарт мырза хабарласып, күйеуі өзінің ізкесушілігін тоқтатады деп үміттенеді. Норма онымен тағы көзбе-көз кездесуді ұсынады. Арвингтон оған дәл қазір қарап тұрғанын айтады. Екіншісі, АНБ-ның қызметкерлері НАСАдан айға қонатын модуль мен сарай беруін сұрайды. Бұл АНБ-ның өтініші, олардың басқа амалдары жоқ. Кейін супермаркетте Нормаға бір әйел келіп, осы номердегі кітапты кітапханадан оқуын сұрайды. Әрі ешкімге сенбе, тіпті күйеуіңе де дейді. Сосын әйелдің мұрнынан қан кетіп, есінен танып қалады. Сол уақытта Артур қылмыс орнынан Стюарттың суретін табады. Онымен қатар кітапхананың номері де болады. Солай Артур мен Норма бір-бірінен бөлек кітапханаға барады. Норма күйеуін кітаптар арасынан байқап қалады. Бірақ әйел күйеуінен тығылып қалады. Солай номер арқылы видео таспа табады. Ал Артур бір кітапты алады. Кітап ішінде газет бөліктері бар. Газетте НАСАның бір жұмысшысына найзағай түскені жазылған. Сосын кітапханадан шығып бара жатқанда артынан бір түрлі адамдар ереді. Солай ол Стюарттың әйелімін деген адамға келіп тіреледі. Ол кітапханадан шығатын жер тек біреу дейді. Оған таңдау жасау керек. Оның алдында бір түрлі кубтар пайда болады. Екеуі мәңгілік қарғысқа келеді, ал үшіншісі құтқарады. Артур достық белгісін көрсетіп, екіншісін таңдайтынын айтады. Сосын оның бір тұңғиыққа кеткенін көреміз. Норма бейнетаспаны қарап болып кітапханадан Стюартты көреді. Ол әйелге бетіндегі тыртықты НАСАда жұмыс істеп жүргенде найзағай түсіп алғанын айтады. Енді ол осы найзағайды басқаратындармен байланыста. Ер адам әйелден қолынан ұстауын сұрайды. Әйел сосын ұйқыға кетіп үйінде төсекте оянады. Куб жарылып Артур әйелінің жанында төсекке құлайды. Ал су бүткіл үйге жайылады. Норма мен Артур қарғыс атқыр тетікті басып қандай бәлеге тап болғандарын білмейді. Кешке олар Норманың әпкесінің тойына барады. Ол жерде бірнеше жағдай орын алады. Артур өзін жаман сезініп далаға шығады. Далада оған әйелін өлтірген қылмыскер тапанша тақайды. Оған әлі де құтыла алатынын айтады. Ол үшін Артур өзімен бару керек. Артурдың баласы Уолтер әкесін іздеп шығады. Артынан шыққан Норма баласын ұрлап бара жатқанын көреді. Ары қарай біз АНБ-ның қызметшісі мен Стюарттың әңгімесіне куә боламыз. АНБ-ның қызметкері Стюарттан неліктен қорап деп сұрайды. Сонда оған сендердің үйлерің қорап, көліктерің доңғалағы бар қорап, жұмысқа қораппен, әрі қораппен үйге. Үйде теле қорапқа қарап отырасыңдар. Ол сендердің жандарыңды біртіндеп жейді.
әрі денелерінде қорап сола бастайды, сосын өледі. Содан кейін оны соңғы ағаш қорапқа салады. Стюарт АНБ-ның қызметкерінен ол жағын сойламауын сұрайды. Оған қарағанда уақытша өмір жайлы ойламауына кеңес береді. Сол уақытта Джеффери Артурға әйелі мен қызының арасында таңдау жасауға тура келгенін айтады. Әрі Артурды да дәл сондай жағдай күтіп тұр. Ол қазір Уолтерді құтқару керек. Әйтпесе оның әйелі Норма дәл солай өледі. Стюарттың кубтары бұл эксперимент екені белгілі болады. Эксперимент мақсаты адам өмірін басқа адам өмірі үшін құрбан ете ала ма? Эксперименттен өтушілер 40 жасқа дейінгі бір баласы бар жұптар. Арлингтон оған найзағай түскеннен кейін қаза болған. Ал бұл тылсым дүние. Ол адам санасына кіре алады. Сондықтан олар кейбір адамдарының мұрнынан қан аққандарын жиі көреді. Жолда олар аяз ата киімін киген адамның кесірінен тоқтайды. Сосын бар жылдамдықпен олардың көліктеріне жүк көлігі соғылып Джеффери қаза табады. Ары қарай біз АНБ-ның қызметкері НАСА базасын қоршап алғанын көреміз. Ол жерден Артур шығады. Бұл жағдайды Стюарт басқарып тұрады. Әйелі мен Артурды үйіне әкеледі. Стюарт соңғы таңдауды жасауға ұсыныс жасайды. Балалары Уолтердің көру мен есту қабілетін өшіріп тастаған. Оның енді көзі көрмейді, құлағы естімейді. Олар $1 миллион өздерінде қалдырып, мүгедек баласын бағып өсіре алады. Немесе Артур Норманы өлтірсе, Уолтердің көзі мен құлағы қалпына келеді. Ал $1 миллион депозитке салынып, Уолтер 18 жасқа толған кезде алады. Норма баласының қиналғанын көргісі келмей, өзін өлтіруін сұрайды. Ары қарай бізге басқа жердегі әйел қораптағы тетікті басып жатқанын көрсетеді. Сол сәтте Артур әйелін атып өлтіреді. Осы жағдайдан кейін Артурды полиция алып кетеді. Үйден шығарып оны АНБ-ның агенттеріне тапсырады. Сол сәтте НАСА басшысы баласына жақсылап қарайтынын жеткізеді. Финалды көріністе Стюарттың басқа үйден шыққанын көрсетеді. Ол қолына дәл сол жұмбақ қорапты ұстап тұрады. Осылай фильм аяқталады. Арнаға жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.